Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Есімім Алмат, мен дәрігер-терапевтпін. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ара шаққан кезде үй жағдайында қандай алғашқы көмек көрсетуіміз керек, және де оның соңы қандай ауыр жағдайларға алып келеді, сол жайлы бүгін талқылайтын боламын. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі әр адам өзіне және де айналасындағы адамдарға алғашқы көмек көрсете білу керек. Жалпы қазіргі уақытта жаз айларында араның қазір қаптаған кезеңі, әсіресе ол жер үйде тұратын адамдар үшін өте қауіпті. Мысалы айтқанда, ол жер үйдің айналасында, крышасына немесе айналада өсіп тұрған ағаштарға, қурайларға ара ұя салуы әбден мүмкін. Сол кезде сіз ағаштарды аралап жүріп немесе үйдің айналасында ойнап жүріп араның ұясына жақындап, сол кезде ара шағып алу қаупі де өте жоғары. Жалпы қандай кезде ара шағады десеңіз, ара көп жағдайда ол өзін қорғау мақсатында шағады. Яғни сіз араның ұясына жақындап кетсеңіз, немесе араның ұясына бір жер тиіп кетсе, немесе гүлдерді аралап жүрген кезде қолымыз араларға тиіп кеткен жағдайда ара шағады. Ол жайдан жай ара негізі адам баласына жақындап шақпайды. Сол себепті ол вообще безобидный деп айтсақ та қателеспейміз. Және де егер үстімізде түрлі түсті киім киіп алсақ, мысалы қызыл, жасыл, сары деген сияқты, ол кезде бізді гүлмен шатастыру арқылы аралар бізге жақындап, сол кезде теріге жанасып, сол арқылы ара шағып алу қаупі өте жоғары. Жалпы ара қалай шағады? Көп адамдар ойлайды, ара аузымен тістеп шағады деп. Негізі ол мүлдем дұрыс емес. Ол ара үш бөлікке бөліп қарастырамыз араның денесін: басы, денесі және құйрығы. Осы мінекей осы құйрығында инесі болады, яғни жала деп айтылады орысша айтқан кезде. Осы жаланы теріге соғу арқылы, яғни ол шағады, өзінің уын жіберетін болады. Қандай аралар бізге қауіпті десеңіз, бізде қазір Қазақстанда көп кездесетін ол сары жабайы ара мен және де бал арасы, бұл айтқанда қара аралар. Олардың қандай айырмашылығы бар десең, екеуінің уы да бірдей, және де бал арасы адамды шаққаннан кейін ол өліп қалады сразу. Ал сары аралар, олар шаққаннан кейін өлмейді, ол дальше ұшып кете береді. Ал енді алғашқы көмегіне келетін болсақ, ең бірінші осы біздің терімізді, яғни ара шақты деп есептейік. Ара шаққан кезде ол өзінің жаласын, яғни инесін біздің терімізге қалдырып кетеді. Сол теріні жалпы пышақтың сыртымен ақырын жаланы алып тастауымыз керек. Ал егер түбіндегі инесі қалып қалатын болса, оны ойып пинцетпен алудың қажеттілігі жоқ. Ол тұра береді, себебі ол бір аптаның ішінде ол тері арқылы өзі жоқ болып кетеді. Екінші, сол ара шаққан жерді әбден суық сумен, яғни сабындап жуамыз, жақсылап тұрып. Оны жуып болғаннан кейін ол жерге именно осы баклажкаға суық, мұздай су құйып, немесе мұзды қоюымыз, басуымыз керек. Ол не үшін десеңіз, ол жаңағы сіңген жерде отек болмау үшін. Сол отекті басу мақсатында осы суық басылады. Одан кейін жасалынатын әрекет ол біз антигистамин, яғни аллергияға қарсы дәрі-дәрмектерді ішуіміз керек. Мысалы айтқанда супрастин, зодак деген сияқты дәрілерді ішеміз. Және де мен осы айтып өткен жоғарыдағы әрекеттерден кейін, егер сізде осы ара шаққан жер дальше ісігі ұлғаятын болса, немесе крапивница түрде аллергиялық денеңіздің әрбір жерлерінде бөртпелер пайда болса, бетіңіздің, көзіңіздің, құлақтың ісінулері пайда болса, дереу 103 шақырып, немесе жақын арадағы ауруханаға жетуіміз керек. Себебі оның соңы отек кіргенке немесе анафилактический шокқа алып келуі әбден мүмкін. Ондай случайлар өмірде өте көп. Енді бір случай айта кетейін. Өзімнің танысымда үйдің айналасына жұмыс жасап жатқан, аяқ асты ара шағып алып, денем қышып жатыр деді бір кезде. Қараған кезде бөртпе ештеңе жоқ болған. 5 минуттан кейін денесінің барлығы бөртіп, құлақтары ісініп, көзі ісініп, тез арада ауруханаға алып бардым. Сол жерде алғашқы көмегін көрсетті. Осы гормондар салды және де противоаллергический дәрілер салды. Сол арқылы дереу 1 сағаттың ішінде жағдай қайтадан жақсарды. Сол себепті бұл өте опасно. Және де сіздерге айтатын бір ақыл кеңес, ол таулы аймақтарға немесе басқа жақтарға шығатын болсаңыз, қалтаңызда әрқашан осы аллергияға қарсы дәрілер немесе укол жүрген абзал. Егер сізді жылан шағып алған жағдайда, немесе шаяндар, немесе ара шағып алса таулы аймақтарда, сіз дереу келе алмайсыз ауруханаға. Себебі таулы аймақтан ол ауылға жету үшін, немесе жедел жәрдем тоже таулы аймақтарға бармайды. Сол кезде өзіңізге укол салу арқылы немесе таблетка ішу арқылы өзіңізді временно құтқаруымызға болады.
дальше уже таблеткаларды ішіп алғаннан кейін ол уже өзіңіздің тұрғылықты мекенжай бойынша ауруханаңызға бара берсеңіз болады. Және де келесі бір айтып кететін жайт, көп адамдар ара шаққан кезде немесе жылан шағып алған жағдайда қателесіп арақ ішіп жатады, немесе арақ жағып жатады, или қолдарын жаңағы шаққан жердің жоғары жағынан байлап жатады. Оның барлығы негізі қажет емес, вообще дұрыс емес. Арақ шаққан кезде ешқандай арақ ішу сіздің көңіліңізге тыныштық алып келмейді, ол серумы. Сол себепті одан аулақ болған дұрыс. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Сол себепті жүрген кезде аяқ алыстарыңызды байлап, жан жақтарыңызға қарап жүріңіздер.